Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін біздің Шымкент қаласы бірқатар белсенді азаматтар жиналып, мынау елімізде көтеріліп отқан мынау мәжбүрлі вакцинаға өзіміздің наразылығымызды, қарсылығымызды білдіріп отырмыз. Сол бірқатар азаматтар жиналған, өздерінің ой пікірлерін, үкіметке талаптарын жеткізеді. Ал кім не айтады, кім не сөйлейді? Көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, қойып, талаптарыңыз болса айтып өтіңіздер. Енді ассалаумағалейкум көпшілік. Мынау мәжбүрлі вакцинаға қарсы жиналып отырған жағдайымыз бар. Бұл мәжбүрлі деген себебім мынау жоғарыда отырған жетесіздердің ештеңені ойламай мынау жас балдарға вакцина салдырамын деп сонша елді шулап жатса да ешқандай құлақ аспай қолдарынан келгені мына қастандық сияқты болып тұр. Бұл өзі вакцинаға қарсы қандай да болмасын ешқандай кедіруге болмайды. Бұл өзі вакцина Қытайдан келеді тағы. Бұл Қытай деген ел бізді бактериологиялық қару вирусын шығарып, жер жаһанның біраз адамның қырып салып, оның үстіне мынау қазіргі алмағайып заманды қолдан тудырып отыр бізге. Ал енді жоғарыда отырған басшылар солардың ықпалына көніп, сонша мынау өзіміздің елімізді қауіп төндіріп отырған жағдайы бар қазір. Енді бұл вакцинаға бүкіл ел шулап атқанда үндемей ештеңе білмегенсіз отырғаны бұлардың да қастандығы деп білемін. Бұл балаға, жас балдарға вакцина салу, бұл барып тұрған жауыздық. Олар бұл қалай, өздерінің бала шағасы жоқ па? Жоқ, әлде бұл өздері өмір сүріп енді болдық, толдық деп, мына кейінгі жастардың, кейінгі ұрпақтың қамын ойламай ма? Жоқ, қазақ елін жоқ ету ме бұлардың мақсаты? Мына хайуанның өзі де өзінің ішіне шыққан балдарына жан ашиды ғой. Ал енді бұлардың барып тұрған жауыздық, мен қайта-қайта айтқым келеді бұны. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа айтарым, бұл жауапсыздықты тоқтату керек. Мен түсінем, қазір Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президент болғанына өкініп жүрген болу керек. Себебі қазір ол екі оттың ортасында тұрғандай. Мына халықтан бір жағынан, мына қасында ұйымдасқан қылмысты топтың айтқанын істеймін деп, не істерін білмей отырған жағдайы бар екен, халық түсініп отыр. Сол үшін біз халық болып тегіс осы вакцинаға қарсы, және жоғарыда отырған қылмысты топқа қарсы шығуымыз керек. Қарсы шыққан кезде бұл қазіргі заманға лайықты бейбіт түрде, заңды түрде, мына Қазақстан Республикасының Конституциясында бекіткен заң бар. Мемлекеттің бірден бір бастауы халық, жаңағы билігі халық дейді. Халықта дейді. Сол айтпақшы, халық болып бас көтеруіміз керек. Бұның енді менің айтайын деген бір күнін белгілейміз. Сол белгілеген күні сол шығу керек. Бүгін Қазақстан қалғы. Жақсы. Әр кезде жатармыз оған. Ал енді мына, қазір менің қасымда осы мына көрініп тұрған қазір біраз белсенді шымкенттік белсенділер бар. Осы белсенділер өздерінің ішінде ойын айтар. Мынау енді жалпы бәрі вакцина деп отыр ғой. Көп мына врачтардың сөзін, мына орыстардың, Россияда, өзіміздің Қазақстандағы вирусологтар мен инфекционистер сөзін сөйледім, вакцина деген кімге салу керек, кімге салмау керек деген бұлар ашып айтып жатыр. Сосын бізде қатарынан бәріне, сосын кімнің иммунитеті жақсы, оған вакцина салғанның ешқандай әсері болмайды екен. Ол иммунитетін қорғайды деген жерде келетін COVID-19-да да, бізде ол ешқандай зерттелмейді, ол қалады да бәрі шетінен вакцинаны сала береді. Оның біреуге пайдасы болады, біреуге пайдасы болмайды. Оны ашық айтып жатыр, врачтардың өзі айтып жатыр, мысалы, сондай екенде. Бірақ бізде онда ешқандай
көріп тексеріп кімге салу керек кімге салмау керек деген мәселені көтеріп оны айтып жатқан ешкім жоқ, көріп жатқан да ешкім жоқ. Сондықтан бұл жағы дұрыс емес деймін. Олар керек болса мысалы кімге салу керек кімге салу керек емес, кімнің ауырған ауруына тура келеді тура келмейді деген жағын мен қозғап жатқанды көрмедім мен бізде өзіміздің елімізде. Салу керек пе? Бәріне салу керек дейді. Болды, басқа айтпайды. Жақсы. Одан кейін жаңа айтайын, бұл вакцинаның ешкім мойнына, жауапкершілігіне мойнына алып отқан жоқ. Бірде-бір министрлік, бірде-бір депутаттар, ол түгілі президент Тоқаевтың өзі мойнына жауапкершілікке алып отқан жоқ вакцинаны. Назарбаевтың өзі алып отқан жоқ. Сондықтан бұл жауапкершілік жоқ вакцинаны балдарымызға қалай саламыз мысалы. Малдың өзіне жауабын алып тұр салады, кез келген нәрсе, бір кез келген малдың несіне егесіне сұрап или жауапкершілігін аламын деп салады ғой. Ертең күні бұл зерттелмеген, 10 жыл зерттелмеген вакцина деген. Бұл бір жағын жетпей жатып, оның үстіне балдарға саламыз деп жатыр. Бұған кез келген Қазақстанда баласы бар, ертең баласына шырылдаған адам ешқайсысы оны салдыртпайды. Жақсы. Қарсымыз. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Қайырлы кеш барша қазақстандықтар. Жалпы қазіргі мына алдағы көпшіліктің проблемасы өзіміздің Қазақстандағы балдарға вакцина салу мәселесі болып табылып тұр. Алдында үлкендерге салған кезде үндемеген еді, енді балдарымызға көшкен кезде барлық ата-ана шырылдап жатыр. Бұл тек қана бір СЭС-тің несі айту бойынша ғана, СЭС-тің бұйрығы бойынша шығарылып жатыр бұл нәрсе. Енді біз мектепте, дәл қазір мектептегі ашылған еді, ата-аналар онлайн обучениеға балдар ауыссын деп неғып жатырмыз. Не себепті? Өйткені Қазақстанда біз 3-ші мегаполис болып табыламыз. 3-ші мегаполисіміз қызыл красный зонада болғандықтан карантинге байланысты біз ата-аналар ретінде талап етуге құқығымыз бар. Бірақ бізге білім несінің жаңағы гарамоның бастықтары білім ордасының неғылмай жатыр, қарама-қарсы шықпай жатыр. Біздің үлкен күмәніміз сол жерден балдарымызды ауыртып жатыр деп неғып жатырмыз, сепкен дезинфекцияларына байланысты. Ешқандай жиналыс жасаған жоқ, әдейілеп ауыртып жатыр. Өйткені балдар құсып жатыр, температуралары көтеріліп жатыр, іштері ауырып, іштері өтіп жатыр. Мен айтқан едім, сенің балаң онда үйіңнен жақпас бірдеңе жеп келген шығар дейді. Сонда басқа ауырып жатқан балдар мен үйімнен келіп жеді ма тамақтың бәрін? Кішкене адам ойланып жауап беру керек қой. Балдардың бәрі бір симптомда ауыру мүмкін емес. Қазір 1 октябрьге дейін осылай балдарды ауыртып, 1 октябрьден бастап жаңағы өздерінің алдырған жаңалықтардан айтылған официальный жаңалықтардан 4 миллион вакцинасын алып осы балдарға салмақшы да. Мына мектепті де ашқандары дұрыс емес, өздері стап беріп отырып мектепті ашып, бұның бәрін қолдан жасап отқан. Өйткені осыншама эпидемия кезінде үйде отырған балдарымыз ауырмаған, мектеп табалдырығын аттады да ауыра салды да. Бұның бәрін шырылдап айтып жатырмыз. Одан кейін үлкендерге жауапкершілік алмаған жаңа вакцинаны кішкентай балдарға да ешкім жауапкершілік алып жатқан жоқ мойнына. Сойдан бастап алу керек жауапкершілікті. Жаңағы жолдан келіп СЭС-тің несі бар ма, басқасы бар ма, ең соңғы осы поликлиникада кім шақырады балдарды неге прививкаға, сол кісілерге дейін мойнына алу керек. Ол мойнына алмағандықтан не деген сөз? Ол вакцинаға гарантия жоқ деген сөз. Вакцина безопасный екеніне гарантия жоқ деген сөз. Біз жалпылама Елена Малышеваның несін көрдік, передачасын, ол денсаулық несін айтып отырады. Іштегі құрсақтағы жатқан баладан бастап туылғаннан 19-24 жасқа дейінгі неде осы вирусты әшейін өтеді екен. Бұл вирус аламайды екен оларды да. Сол дәлелденіп отыр. Вирусолог мамандар арқылы да дәлелденіп отыр. Не себепті балдарға не салмақшы жаңағы? Вакцина салмақшы. Ең қызығы, балдар ауырмай жатып, әлі мектеп есігін ашпай жатып, уже салатын 4 миллион дозалық вакцинаны әкеп қойған Қазақстанға. Вакциналардың бәрін ішін неден алып ашып көрсетіп жатыр, инструкциялар жоқ. Осындай үлкен парақ, ішінде ешқандай ештеңе жоқ, аппақ тап-таза. Одан кейін бізге вакцина салуға шақырып жатқан жерлерде де оның несі жоқ жаңағы. Құрамы, шыққан жері, сертификаты жоқ, қай мемлекеттікі, ол қанша уақытқа жарайды, ол да жоқ. Одан кейін еш жерде жағдай жасалмаған не қылуға жаңағы. Вакцинаны сақтау мерзімін не істеуге, жаңағы жақсылап сақтауға, для хранения вакцины в нормальном положении ондай жағдайлар жасалмаған. Кез келген жерде салып жатыр. Кез келген жерде салып жатыр. Автобуспен жолда тоқтатып қойып та нелерден көріп жатырмыз, жаңағы дальнобойщиктер бар ма, автобус айдап неғылғандар бар ма, артынан жүгіріп қуалап жүр.
салып жатыр соны. Құрылыстарға да барып отыр қазір. Иә, құрылыстарға да барып жатыр. Әкімшіліктердің алдында да тұр, салыңыздар деп. Ешқандай санитарлық не сақталынбаған, нормалар сақталынбаған. Ал біз осындай жиын жасасақ, или әкімді требовать етсек, барып осындай мәселені бізге тиісті мамандарды жинап бер, не қыл деп Құран оқытсақ, той жасасақ, ойбай не керек, жаңағы карантин шықпаймыз дейді. Егер карантин болатын болса, онда мектептерді жапсын, общий карантин қылып. И вакцинаны олай принудительный қылып салмасын. Қазіргі таңда вакцинаны принудительный қылып атқандары үйінен бір ата-ана салмаса болмайды деп жатыр, мектепке кірмейді деп. Одан кейін ата-аналардың біреуі салдырмаса деп, бүкіл пособие алатын счеттарын блокқа қойып жатыр. Ол да дискриминация болып есептеледі. Маған көп ата-аналар хабарласып жатыр, сен болмасам күйеуің, екеуің біреуің вакцина алу керексіңдер деп, солай неғып жатыр. Үлкендердің де вакцинасын, дәл қазіргі балдардың вакцинасындай ешқандай принудительный болмайды, бәрі ата-ананың согласиясымен болады деп тұр. Егер ата-ананың согласиясымен болатын болса, не үшін онда мектепке охрана қойды? Не үшін кіре алмаймыз? Мен 69-ші мектепке барып, кіре алмай, көтен зорлықпен, айқай-шумен, заңмен кірдім мен. Заңның бәрін бұзып тұр. Мен сұраған кезімде ешқандай вакцинаға қатысты деп жауап берген жоқ, терроризмге қатысты дейді. Қазақстанда ешқандай терроризм актілері орын алып жатқан жоқ. Россия деп жатыр. Ол Россиянікі бөлек, Россия келіп бізге не алып жатқан жоқ қой, ояқтың террорлық несі. Дайын жауаптары да жоқ. Екіншісі айтты, карантинге байланысты дейді. Егер карантинге байланысты болатын болса, онда мектепті де жапсын. Одан кейін ата-аналардың өз құқығы болсын. Мектептерде неше түрлі қағаздарға қол қойдырып жатыр. Санасы бар ата-аналар көкірегі, көз ашық көкірегі ояу ата-аналар шырылдап жатырмыз. Және де біз бұның бәрін балдарымызды немен қорғап жатырмыз, өзіміздің конституциядағы өзімізге берілген адамдық не жаңа берілген құқықтарымыз бойынша, конституцияның заңы бойынша, және де медицинаның ішіндегі процессуальный кодексіндегі 77-ші бабына сәйкес соған байланысты заңға жүгініп біз өзімізді қорғап отырмыз. Бірақ билік халықты ашындырып, сол заңдармен бізді қорғағанымызға неғымастан принудительный емес дейді, бірақ жұмыстан шығарып жатыр, жұмысқа неғымай жатыр, айлықтарын бермей жатыр. Соның бәрі дискриминация. Ашық дегенді орнатып, даже кафелерге де кіргізбей жатыр вакцина салмаса. Ол әркімнің өз құқында болу керек, әркімнің өз еркінде болу керек. Олна мен атап өткен нәрселердің бәрі дискриминацияға жатады. Сондай-ақ балдарға тегін автобус беріп қойған мектепте эвакуация жасаймыз деп. Не эвакуация жасамақшысыздар, сонда не ОМОНның балдарын қолдан не қылып, өздеріңіз террорист қылып, солардың киіміне кигізіп, ойбай жау шауып жатыр деп балдар пассажирға кетпекшісіздер ма? Бұның бәрі түбі чипированияға алып келіп соғып жатыр. Чипирование түрде сұйық неде болады. Бізді не алады кәрі адамдар, дұрыс па? Келешек осы жастар болашақ не ғой? Менің өзімнің үлкен күмәнім және сенімді гарантиямен айта аламын. Сол немен автобуспен әкетіп, даже бұларға вакцинада емес, сол жеркесіне чипті құйып қайттан әкеп тастайды мектепке балдарды ше. Түбі чипке әкеп соғып жатыр бұл жағдайдың бәрі. Жалпылама біз Қазақстанның ата-аналары болып, неге қарсымыз? Балдардың офлайн обучение алып жатқандарына және вакцинаға қарсымыз. Құрметті қазақ халқы, менде тағы бір мәселе, тіл мәселесін тағы да бір қозғап кетейін. Өздеріңіз білесіздер, Қуат Ахметов деген өзіміздің азаматымыз өз елінде, өз тілінде, яғни мемлекеттік тілде қызметті талап еткені үшін өзіміздің құқық қорғау органдары әкімшілік емес қылмыстық іс ашты. Амал жоқ, мәжбүрлеп Украинаға қашып кетті. Ал сонда қалай болғаны, өзіміздің елімізде өзіміз қазақ тілінде, яғни мемлекет тілінде сөйлей алмағанымыз ба, сөйлей алмаймыз ба? Сонда сұрақ туындайды. Сонда мысалға әлемді айтарым, сол қылмыстық іс ашқан құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне айтарым. Мысалға мен қазақпын, менің балам қазақтан келін алып, одан қазақ бала немере туылу керек. Одан немерем қазақтың қызын алып, одан маған шөбере туылу керек, қазақ болып. Солай өміріміз жалғаспай ма? Әлде сіздерде басқаша ма? Мысалға, бұл тіл деген мемлекеттің бір тірегі. Ол біз тілімізбен, біз қазақ деген атымыз бар. Тілімізбен қазақ деген болмысымыз бар. Ал егер тіл жоғалса, тіл не болмаса, мынау өзге тілінің жанында
табалдықта сағалап тұрса, өзіміздің тіліміз сонда қалай болғаны? Сіздер де ойланыңыздар. Және де сіздер де атсалысыңыздар. Бұл тілдің ар жағында біздің тәуелсіздігіміз тұр. Біздің еліміздің жеріміз тұр. Тілдің артында. Сондықтан тілге немқұрайлы болмаңыздар. Сіздер де атсалысыңыздар. Және де айтарым, осы үлкен-үлкен кісілер, әулеттің үлкен қариялары, сіздер де атсалысыңыздар. Егер кейбіреулеріңіз бар, мысалға жасыратын ештеңесі жоқ, патшаға қарсы шықпаңдар деп, бүкіл әулетті отырғызасыздар, патшаға қарсы шықпаңыздар деп. Я мысы тыныш отырыңыздар деп. Тіл мәселесін неге қозғамайсыздар? Сіз егер бір өзіңіз ғана сол мысалға бір айтсаңыз, онда сіздің бүкіл әулет сізді тыңдайды. Үлкен кісілер. Сіздер жақсы өмір сүрдіңіздер кезінде. Ал енді сіздердің балдарыңыз, немерелеріңіз де қазақ болып, өз тілінде сөйлеп өмір сүру керек. Біз тілімізді жоғалтпауымыз керек. Соған да немқұрайлы болмаңыздар. Соған да сіздер тілі жаңашыры болып ат салсыңыздар. Мен соны сұраймын сіздерден. Мынау вакцина туралы құрметті қазақ халқы, біздің балаларымыз бізге Құдайдан берген аманат. Барлығымыздың да басымыз жетеді, миымыз жетеді. Аманатқа қиянат қылмау керек екен. Барлықтарыңыздан өтініп сұраймын. Одан кейін вакцина саламыз деп жатқан басшылыққа біз періштедей Алланың бізге жаңағы сыйғып берген періштелерімізге, бақтарымызға, өз бағымызға балта шаппаймыз. Балаларға вакцина салуға қарсымыз. Жақсылап тыңдап, халықтың сөзіне құлақ асыңыздар. Бала деген барлығымыз үмітіміз, бағымыз, ұрпағымыз жалғасып келе жатқан. Сол Құдайдан берген аманатқа Құдайдан күшілік жасамаңыздар. Вакцинаға қарсымыз, вакцина балаларға ешқашан салынбасын. Жеке өз басым балаларыма салдырмаймын. Мен сияқты барлық ата-ана да салдырмайды. Былтыр Біз вакцинаға қарсымыз. Себебі Қытайдың вакцинасына сенбейміз. Ресейдің вакцинасына сенбейміз. Мынау бала-шағамыз, вакцина саламыз деп жүргендер, бала-шағамызды қолдарынан тартыңдар. Мынандай біз келешек ұрпақ үшін өмір сүріп жатырық па, біз ертең ұрпақсыз қалуымыз мүмкін. Сол себептен біз бала-шағамызға салдырмаймыз. Біз вакцинаға қарсымыз. Так, мынау халықаралық норма бойынша, Қазақстан Республикасының заңы бойынша, конституциясы бойынша 10 жасқа толған баланың пікірі сұралады. Мынау халықаралық норма бойынша балалар мен мүгедектер әлсіз топқа жатады. Сондықтан біз балалардың қазір пікірін сұрайық. Балаларды мысалы ерлі-зайыптар соттың алдына барғанда балалардың пікірін сұрағыш біздің үкіметтің судьялары жаңағыдай неге осы үкімет әкімдер нелер балалардың пікірін сұрамайды? Сіздер жасың қаншада? 13-те, иә? 10-ға толған бала біздің заң бойынша пікірін айтуға құқылы. Вакцинаға қарсысың ба? Вакцинаға қарсымын. Сен жасың қаншада? 10-да, иә? Вакцинаны қолдайсың ба, қарсысың ба? Қарсымын. Қарсы, міне. Балалар қарсы отыр. Бұлар ата-аналары, заңды өкілдері жауаптымыз. Бұлар өмірге алып келгеннен кейін біз ішіп жеммен, жалпы денсаулығы қауіпсіздігін бәрін біз ойлау біздің ең басты міндетіміз. Балалар болашағымыз, байлығымыз деп өзі өрейтін әшейінде біздің билік вакцинаға келгенде мәжбүрлеп салып, мысалы мектептерге жинап балаларды. Былтыр тәулігіне мысалы 2020 жылы 1000 адам ауырса, биыл 8000 адам ауырып жатыр екен. Өз өкіметтің өзінің ресми мәліметі. Осындай тәулігіне 8000 адам ауырып жатқан тұста балаларды мектепке неге жинап жатыр? Бұл дегенің қылмыс емес пе? Балалардың денсаулығына жасалған үлкен зиянкестік әрекет емес пе? Осы жағын біздің халықтан қолдау күтеміз. Билікке, жоғары биліктен біз балалардың сабақты онлайн оқытуын талап етеміз. Ал Мәке? Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Міне біз бүгін бұл жерге бір топ Шымкенттің белсенділері жиналып, өзіміздің ой пікірлерімізді бөлістік. Мынау елімізге келіп жатқан өте
ауыр, өте үлкен қауіп тұр. Мына үлкендердің азыр қаншасына уже вакциналар болды. Енді барлық адамдар біледі. Мына жаңалықтардан өздері айтып отыр, 4 миллион доза балаларға деп арнайы Қытайдан зерттелмеген вакцинаны алып келді. Осын енді барлық адамдар, барлық көшелерде жүріп, автобустарда жүріп, адамдардан сұрасаң барлығы біледі. Қазақстандықтар, барлығыңыз білесіздер, бұл вакцинаны ертең балдарымызға салып, балдарымызды жаңағы бедеу, жаңағыдай ауру, белсіз ететін бәріңіз біліп тұрсыздар. Не сонда өздеріңіздің балдарыңызға өздеріңіз қарсысыздар ма? Біздің қазақ ата-бабамыз батырлар болған. Абай атамыз айтып кеткен не бір дана сөздері бар, күш бірлікте деп. Біз барлығымыз бірігіп, бір ауыздан шығатығын болсақ, мына биліктің осы істеп атқан қуытық әрекеттерін тоқтата аламыз. Күш бірлікте, білесіздер. Сіздер де үндеріңізді шығарыңыздар. Шымкентте міне осынша азғантай ғана жаңағы белсенділер ғана шығып, олар тек қана өздерінің балдары емес, бүтін қазақтың балдарын ойлап жатыр. Неге сіздер үйлеріңізді жатып, тек қана өздеріңіздің жұмысыңызды, басқаңызды ойлайсыздар? Неге сіздер балдарыңызды ойламайсыздар? Ақыр барлығымыз осы бала шаға үшін жүр емеспіз мына дүниеде. Осы балдарымыз біздің қуанышымыз, көзіміздің нұры емес па? Осы балдарымызға қалай ғана жаңағы мектептерге апарып, вакциналауға даярлап жатқанын біліп жатырсыздар. Оны жаңалықтардан көріп жатырмыз. Мына біздің білім саласының нелерінің өзі жаңағыдай осыны дайындап беріп жатыр. Неге сонша балдарыңыз ойламайсыздар? Кішкене ғана ойланып, ауызбіршілікке келейік. Күш бірлікте екенін білесіздер. Шығыңыздар, қосылыңыздар. Осы Шымкенттің белсенділерінің телефон нөмірлерін осы ненің астына салып жазып қоямыз. Қосылыңыздар, бірігейік. Күш бірлікте екенін білесіздер, қайтарып айтамын. Күш бірлікте. Күш бірлікте. Күш бірлікте. Біз вакцинаға қарсымыз. Қарсымыз. Балалардан қорқыңдар. Балалардан қорқыңдар. Тексеруден өтпеген вакцинаны өзіңіз салдыр. Ал ағайын, осы ең қымбат қазынамызды, балаларымызды қорғайық. Жаңағы біздің ең қымбат қазынамыз осы балалар, мемлекеттің болашағы да осы балалар. Сондықтан балалардың денсаулығына зиян әрекет жасауға есі дұрыс ата-ана, есі дұрыс азаматтар жол бермейді деп есептеймін. Данышпандардың сөзі бар ғой. Данышпандардың сөзі бар. Мен досымнан қорықпаймын дейді, ары кетсе сатып кетер дейді. Жауымнан қорықпаймын, ары кетсе атып кетер дейді. Мен дейді ең бейқам, немқұрайлы адамдардан қорқамын дейді. Себебі олар безбүйрек жаңағыдай ешкімге жаны ашымайды, өзінің қызметтерін малданып, халыққа жаңағы балаларға, осындай азаматтарға биліктің бұйрығын орындау үшін барлық нәрсені жасайды. Осындай немқұрайлы, қоғамға жаны ашымайтын, халыққа жаны ашымайтын азаматтар. Сондықтан сондай азаматтар болмасын, ондай азаматтарға өзіміздің жаңағыдай білгенімізді, өзіміздің түсінгенімізді айта жүрейік. Халқымыз аман болсын. Біздің халықтың денсаулығы онсыз да жақсы, қымыз ішіп, біз жаңа ет жеп өскен халықпыз. Өзіміздің иммунитетімізді нығайтып, вакцинамен өзіміз жаңа аурумен, індетпен өзіміз-ақ күресеміз. Сол ағайын, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Балалардың болашағын ойлайық. Вакцинаға қарсымыз! Вакцинаға қарсымыз! Жақсы ағайын, сау болыңыздар.